Сәлем достар, CompTIA A+ сертификатының келесі сабағына қош келдіңіздер. Және біз бүгінгі сабақта Cloud Computing'ті қарастырамыз. Cloud Computing бүгінгі IT саласында, ақпарат технологиялар саласындағы тағы да бір өте үлкен, кең ауқымды жаңадан шыққан технология. Және бұл технологияның даму қарқыны, сондай-ақ бүгіні болашағы өте керемет. Және сіз қандай IT маман болсаңыз да Cloud Computing'тің алғашқы қадамда білуіңіз керек. Сондай-ақ мен сенімдімін, бүгінгі таңда барлығымыз осы Cloud Computing'ті өте жиі қолданамыз, кең қолданамыз. Сізге ол байқалмауы да мүмкін, бірақ та мен қазір оның барлығын көрсетемін. Қараңыздар. Cloud Computing деп отырғанымыз мына суретте салынғандай осы бұлттың ішіндегі кез келген технология. Ал бұлт дегеніміз ол көп жағдайда бізде интернет болып келеді. Яғни интернеттегі кез келген қызметті қолдансаңыз, онда сіз Cloud Computing'тің бір қызметін пайдаланып жатқаныңызға сенімдімін. Яғни ұялы телефон арқылы Google дискіға кіру, немесе Gmail'ды тексеру, сондай-ақ лаптоппен, немесе серверлік машиналармен, сондай-ақ жұмыс үстелі, дербес компьютермен, таблет, планшет, яғни кез келген құрылғымен интернеттен бір қызметті пайдалансаңыз, онда сіз Cloud Computing'ті пайдаланып жатырған болуыңыз мүмкін. Кеңірек танысу үшін келесі слайдқа түсейік, және Wikipedia парақшасын ашайын, және осы жердегі берілген мағлұматты оқиық. Cloud Computing бұл мына жерде ағылшынша жазылған екен, оны мен қазақ тіліне аударып қойдым. Cloud Computing компьютерлік жүйе ресурстарының сұраныс сәтінде қолжетімді болуы. Әсіресе ақпарат сақтау, яғни Cloud Storage, және компьютерлік қуат дейді. Компьютерлік қуат деп отырған әрине бұл Computing Power, яғни есептеу қуаты. Яғни не айтқысы келіп отыр, қараңыздар. Cloud Computing компьютерлік жүйе ресурстарының сұраныс сәтінде сізге ұсынылуы, қолжетімді болуы. Мысалы, қараңыздар, мен Google компаниясының осы слайдын қолдану арқылы сіздерге сабақ беріп үйретіп отырмын. Және маған бар қажеті бұл жерде интернет, және мына слайдты сіздерге презентация жасай аламын. Яғни қараңыздар, мен кез келген сәтте Google'дан айтам, осы презентацияны маған көрсет, мен сабақ берейін, ол маған қолжетімді қылады. Демек, бұл жерде біз Cloud Computing'ті пайдаланып отырмыз. Және жазып кетіпті, әдетте қызметті қолданушы бұл жүйені тікелей басқармайды дейді. Ол дұрыс, мен мына презентацияға жаза аламын, және де өзгерте аламын, кез келген мағлұматты енгізе аламын. Алайда бұл презентацияның қайда сақталғаны, оның маған қалай жетіп тұрғаны, ол жердегі желі сақтау құрылғысы, бұл жердегі бэкап, яғни бұл бағдарламаның өшіп қалмауы, мен оған мүлдем басымды ауыртпаймын, және мен оны басқармаймын да. Яғни Google компаниясы бұл жұмыстың барлығын мен үшін істеп отыр, және осы презентацияны маған қызмет ретінде олар көрсетеді. Және жазып кеткеніміз, яғни интернет көмегімен үлкен дата-центрлердің қызметін көптеген пайдаланушылар қолданса, осы терминді пайдаланып сипаттасақ болады дейді. Яғни үлкен дата-центрлері бар компаниялар кімдер? Google, Amazon, сондай-ақ ВКонтакте, Yahoo, кез келген Alibaba мысалы, солардың қызметін сіз интернеттен пайдалансаңыз, онда осы Cloud Computing'ті сіз пайдаланып отырсыз. Cloud Computing'ті ұсынушы үлкен компанияның қызметтері аймақтарда орналасқан тармақтар арқылы беріледі дейді. Алайда көп жағдайда орталық серверлер басқару жұмысын жасайды дейді. Қолданушыға жақын серверлерді Edge сервер деп атап жатады деген екен. Олай болса келесі слайдқа түсіп көрейік. Cloud Computing сондай-ақ жеке тұлғалар емес, үлкен ірі компанияларға да қызмет көрсетуде. Және не үшін қажет деген сұрақ туындайтын болса, қоғамдық және гибридті бұлттардың, яғни Cloud Computing'тің жақтаушылары айтады дейді. Бұлтты есептеу Cloud Computing компанияларға IT инфрақұрылымының бастапқы шығындарын болдырмауға немесе азайтуға мүмкіндік беретінін атап өтті дейді. Яғни үлкен дата-центрлер, қараңыз, мынандай мысалы үлкен дата-центрлер болады, және ол жерде барлық серверлік машиналар, қызметтер, операциялық жүйелер сақталынады. Мысалы 1X сервер болуы мүмкін, яғни 1С сервер, Windows сервер, немесе телефония сервері, яғни кез келген бағдарлама осы жерде сақталынады. Және компанияларға өзінің IT штатын, немесе осындай құрылғыларды қоректендіру көзін, бэкап жасау, яғни көптеген осындай IT мәселелерді алғашқы деңгейдегі бас ауыртатын сұрақтарға, яғни өздерінің күнделігінен сызып тастауға болады. Бұндай мәселенің бәрін үлкен компанияларға тапсырады, және де тез өзінің қызметтерін алуға мүмкіндік алады. Сондай-ақ жақтаушылар бұлтты есептеу кәсіпорындарға өз қосымшаларын тезірек іске қосуға мүмкіндік беретінін айтады дейді.
басқарушылық қабілеті жоғарылайды дейді, яғни виртуалды машиналарды қызметтерді шынында бүгінгі таңда пайдалану, оны басқару өте оңай, және техникалық қызмет аз болады, яғни техникалық мамандар, техникалық қызмет көрсету аз болады дейді. Сондай-ақ IT топтарға қажет болатын ресурстарды кез келген сұранысқа сәйкес етіп тез алуға және оны өте жоғары қажет болған жағдайда тез арттырып, қажетсіз сәтте тез бас тартуға мүмкіндік береді депті. Яғни қараңыз, мысалы бір IT топ, IT группа қандай да бір бағдарлама, сайт жазғысы келді, немесе қосымша жазғысы келді деп айтайық. Ондай болса, оларға осылай жаңағыдай темір дискілерді, темір қатқыл құрылғыларды сатып алып, оны қосып, желісін қалай жасаймыз, бэкап қалай жасаймыз деп басын ауыртып жатпайды. Бірден осындай компанияларға сұраныс жасайды және керекті қызметін алады. Ары қарай терминдермен танысуды жалғастырайық. Клауд компьютингтің дамуына не себепкер болды деген сұраққа келетін болсақ, сыйымдылығы жоғары желілердің, арзан компьютерлердің, сондай-ақ сақтау құрылғыларының қол жетімділігі, сонымен қатар аппараттық виртуалдандыру, яғни виртуализация технологиясы, сервиске бағдарланған архитектура және автономды және утилиталық енді мынау қазақ тілінен жаңа Google парақшасында аударылған болатын. Осы есептеудің кең таралуы дейді, бұлттық есептеудің өсуіне әкелді дейді. Яғни клауд компьютингтің өсуіне не әкелді деген сұрақ туындайтын болса, онда әрине үлкен өте жоғары деңгейдегі желілер, бүгінгі таңда интернеттің өте кең дамуы, сондай-ақ оптоволокно деп айтамыз, яғни оптикалық талшықтық интернеттің дамуы және де компьютерлердің бағасының арзандауы, storage, яғни сақтау құрылғыларының сыйымдылығы өте жоғары болуы осы клауд компьютингтің дамуына әкелді дейді. 2019 жылға қарай осы Linux операциялық жүйесі ең кең қолданылған операциялық жүйе ретінде танылды дейді виртуализация саласында. Оның бір себебі Microsoft компаниясы ұсынған Azure деп аталынатын виртуализация технологиясы осы Linux-ты қолданады дейді. Және жазылған екен, Cloud Service Provider-лер осы қызметті қолданушыларға фаерволдарды, яғни қауіпсіздікті, бэкап жасауды барлығын қамтамасыз етеді. Сондықтан ол жердегі мағлұматтарды сақтайды дейді, оны жинайды дейді. Яғни қызмет ұсынушы компания бұндай қауіпсіздік саласында барлығына өзі жауап береді. Ары қарай танысатын болсақ, осы клауд компьютингтің характеристикалары бұл жерде келтірілген екен. Яғни клауд компьютинг деген не және оның характеристикалары қандай болу керек деген сұраққа келетін болсақ, яғни оның кез келген сәтте бізге икемді және қолымыздың астында болу, яғни біз сұраймыз біз қызметті және оны біз тез аламыз. Сондай-ақ оның бағасы арзан болуы, қандай құрылғыда және қайда орналасқаны да мүлдем маңызды емес. Мысалы, ол Америка құрама штаттарында орналасуы мүмкін, Қытайда орналасуы мүмкін, көрші Өзбекстанда орналасуы мүмкін. Яғни интернет деген ол шегі жоқ нәрсе ғой, ол ғаламтор емес па. Сондықтан клауд компьютинг осы интернетке жақын болып келмей ма? Сондықтан қызметтің қайда орналасқаны, қай серверде орналасқаны, әлемнің қай түкпірінде орналасқаны, қандай құрылғыда орналасқаны, оның барлығы біз үшін мүлдем қызық емес. Сондай-ақ басқа да характеристикаларын көруге болады. Клауд компьютингтің жұмысы үлкен IT эксперттермен бақыланады дейді. Сондай-ақ оның productivity, яғни өнімділігі өте жоғары болады. Availability деп жазған екен, яғни клауд компьютинг ешқашан оның құлағанын көрмейміз. Мысалы, сіздер YouTube-тың немесе Google Gmail-дың құлап қалған жиі көресіздер ма? Жоқ, әрине бұл сервистер өте жоғары деңгейде high availability, яғни жоғары деңгейде өнімділікте жұмыс жасау үшін көзделген, сипатталған, дизайны жасалған, және де оның құлауы өте сирек кездеседі. Сондай-ақ scalability and elasticity деген екен. Бұл әрине оны ары қарай өндіру, өсіру, және де оның гибкость деп айтсақ болады, мұндай икемді біздің жұмысымызға қолайлы болуы. Сондай-ақ ол жердегі қауіпсіздік осы клауд компьютингті сипаттайды деп айта аламыз. Енді одан басқа да сипаттамалары бар екен, біз оған тоқтамай-ақ қояйық, ол бізге мүлдем қызық емес. Енді қызмет көрсету моделіне кішкене тоқталайық. Клауд компьютингтің қызмет көрсету модельдері деген не? Мынандай үш терминмен кездесесіздер, яғни IaaS, PaaS, сондай-ақ SaaS. Яғни бұл жерде не ол? Infrastructure as a service, Platform as a service, сондай-ақ Software as a service. Яғни қараңыздар, соның ішінде Infrastructure as a service дегеннен бастап танысайық. Бұл жерде жазылған екен, Infrastructure as a service бұл онлайн сервистердің топтамасы дейді, және ол жоғары деңгейдегі API интерфейстерін ұсынады. Және де бізден төменгі деңгейдегі барлық
ақпараттарды тығып тастайды дейді. Мысалы network infrastructure, желілік ол жерде қалай қосылды, сондай-ақ физикалық компьютерлердің ресурстары, олардың орналасқан жері, ол жердегі ақпараттың бөлінуі, өсуі, сондай-ақ security, backup. Яғни біз осындай түпкі деңгейдегі, төменгі деңгейдегі сұрақтарға мүлдем басымызды ауыртпаймыз. Біз жоғары деңгейдегі өзімізге қажетті қызметті аламыз. Қараңыз, оны суретке келіп бірден көрсек болады. Яғни қараңыздар, infrastructure as a service деп отырғанымыз мынандай инфраструктураны бізге қызмет ретінде береді. Яғни біз бір компанияға барамыз, кез келген компания, Amazon болсын, Google болсын, немесе Қазақстанның көлемінде PS деген компания бар. Яғни PS, KZ компаниясы осындай инфраструктураны сізге қызмет ретінде береді. Бұл жердегі, яғни интернет қалай келіп тұр, желілер қалай қосылып тұр, бұл жердегі физикалық свитчтер, сондай-ақ серверлік машиналар, ол жердегі қорек көздерінің бэкапы, сондай-ақ ақпараттың қауіпсіздігі, яғни information security. Осындай нәрсеге біз мүлдем басымызды ауыртпаймыз. Яғни физикалық серверлер, оның ол жердегі қосылуы, ол жердегі ақпараттың таралуы, бэкап жасалуы барлығына осы компания жауап береді. Ал біздің алатын қызметіміз, барлық жұмысымыз өзімізге керек бағдарламаны, операциялық жүйені сол жерде орнатамыз. Сондай-ақ қосымша application бағдарламаларды орнатып жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Яғни осы қызметті ұсынып отырған компания бізге қандай да бір ұзақтан басқару интерфейсін береді. Біз сол жерге кіреміз, өзімізге қажетті операциялық жүйені мысалы мынандай қылып орната береміз. Және де сол операциялық жүйеге үстінен керекті бағдарламаны қоямыз. Ол бізде 1С сервер болуы мүмкін, почта сервері болуы мүмкін, немесе firewall болуы мүмкін, файл сервер, яғни файлдарды сақтайтын сервер болуы мүмкін. Яғни кез келген қызметті ары қарай пайдаланамыз және осындай физикалық жабдықтарға мүлдем басымызды ауыртпаймыз. Енді төмен жағында тағы бір сурет келтірілген екен. Яғни қарап отырсаңыздар, бұл жерде тағы да бір үлкен дата центрдің суретін көреміз. Сол жердегі мынау компьютерлер, яғни бір юнитті компьютерлер, сол жерге қоректендіру көзі, мына жерде желі қосылады. Яғни осындай төменгі деңгейдегі сұрақтарға мүлдем басымызды ауыртпаймыз. Біз өзімізге қажетті қызметті оңай аламыз. Енді мына жердегі ақпаратты кішкене толықтырып ары қарай оқып кетейік. Бұл жерде жазған екен, NIST деген ұйым осы IS-қа мынандай сипаттама берді дейді. Яғни қараңыздар, бұл жерде осы қызметті қолданушы ол жердегі бағдарламаны басқаруға мүмкіндік алады дейді. Мысалы ол операциялық жүйе болуы мүмкін, немесе application болуы мүмкін дейді. Алайда пайдаланушы клиент ол жердегі төменгі деңгейдегі инфраструктураны мүлдем басқармайды дейді. Яғни қараңыз, ол жердегі сақтау құрылғысы, сондай-ақ ол жердегі желінің қалай жасалғаны, немесе ол жердегі firewall, ол жердегі жаңағы физикалық құрылғыларды біз мүлдем басқармаймыз. IS провайдерлер өзінің қызметін жаңағы equipment pool деген екен, яғни құрылғылар пулынан тұратын дата центрлердегі құрылғылардан бізге қызметті береді дейді. Және оған клиент қосылу үшін мысалы интернетті пайдалануы мүмкін, немесе virtual private network, яғни жеке виртуалды желіні де пайдалануы мүмкіндігі бар дейді. Бұл модельде клиенттер өзінің операциялық жүйесін, сондай-ақ бағдарламасын өздері қолдайды дейді. Яғни сізге компания бұл жерде железаны, яғни физикалық құрылғыларды ұсынып отыр ғой. Сондықтан сіздің операциялық жүйеңізге кіріп, ол жердегі бағдарламаны көруге, жөндеуге олардың құқығы да болмауы мүмкін, және олар ондай қызмет көрсетпеуі де мүмкін. Сондықтан сіз өзіңіздің жөндеу жұмыстарыңызды, баптау жұмыстарыңызды, конфигурацияның барлығын жасайсыз. Алайда сіздің төлемақыңыз бұл жердегі құрылғылардың қуаты, яғни сізге қанша процессор мощності берілді, сондай-ақ жедел жадының сыйымдылығы қандай болды, ол жердегі қатқыл дискі қандай болды. Сондай-ақ сіз мысалы ақпаратыңыз бэкап жасалына ма, міне осындай сұрақтарға келгенде сіздің бағаңыз анықталатын болады. Достар, және бірден айта кету керек, мысалы кейбір компаниялар осындай серверлік машиналарды ұсынумен қоймай, co-location деп аталынатын қызметті де ұсынуы мүмкін. Яғни сіз өзіңіздің сізді қызықтырған, сізді қанағаттандыратын физикалық серверлік машинаны сатып аласыз, және олардың осындай базасына, яғни ғимаратына апарып қоясыз. Енді бұл жерде сізге не артықшылық береді деген сұрақ туындайтын болса, әрине бұндай дата центрларда бірнеше интернет провайдерлер болады, яғни интернет ол жерде бэкап жасалған 2, 3, 4 немесе одан да көп интернет провайдерлер болуы мүмкін. Сондай-ақ бұл жердегі қауіпсіздік, яғни ол жердің физикалық қауіпсіздігі өте жоғары болады. Сондай-ақ тоқ көзінің өшпейтіндігі, яғни бұл жерде тағы да бірнеше тоқ көзінің болатыны анық. Яғни бұндай дата центрлер әрине аптасына 7 күн, жылына 365 күн, тәулігіне 24 сағат жұмыс жасауға негізделген. Енді келесі
сервиспен танысып көрейік. Бұл жерде Platform as a Service деген екен. Онда платформ сервисі не екен? Достар, мен бұл жерде серверлік машинаны қазір өшірудемін, себебі оның дауысы бізге кедергі жасамасын деген үмітпен. Және Platform as a Service біз қазір жалғастырамыз. Мәшине менде өшуде. Қараңыздар, Platform as a Service деп отырғанымыз, яғни платформаны ұсынатын компаниялар. Бұл жерде көп жағдайда бағдарламалық жасақтама жасайтын программистерге development environment, яғни осы бағдарламаларын жасақтауға мүмкіндік беретін платформаны ұсынады ғой енді. Міне бізде серверлік машина өшті, және даусының қандай демалып қалғанымызды байқап отырсыздар. Енді ары қарай сабақты жалғастырайық. Яғни қараңыздар достар, сіз программистсіз, бір бағдарлама жазғыңыз келеді, және оны сіз бүкіл әлемге ұсынғыңыз келеді. Олай болса, сізге көп деген мәселені шешу керек. Қараңыз, сізде физикалық серверлік машина болу керек, ол жерде бағдарлама болу керек, сондай-ақ сізге интернетке шығатындай мүмкіндік болу керек. Яғни осындай нәрселерге басыңызды ауыртқыңыз келмесе, және платформада тез-тез бағдарламалы тілінде өзіңіздің жабдығыңызды, операцияңызды жазып, бүкіл әлемге шығарғыңыз келсе, осы платформаларды қызмет ретінде ұсынатын компанияларға барсаңыз болады. Олар не ұсынады? Қараңыз. Олар компьютинг платформа ұсынады, соның ішінде мысалы не бар дейді. Ол жерде операциялық жүйе болады сізге қажет. Мысалы Linux операциялық жүйесі, Windows, ол жерде мысалы веб-сервер болуы, кез келген операциялық жүйені сізге дайындап қояды. Сондай-ақ бағдарламалау тілі жүргізілетін environment, яғни орта болады. Database сізге міндетті түрде қажет, яғни мәліметтер базасы. Ол да сізге настройка жасалынады, мысалы Oracle, MySQL немесе кез келген мәліметтер базасы бар ғой, яғни. Оны сізге мысалы database администратор болып жұмыс жасалмаған болсаңыз, оны қалыпқа келтіру, оны сіздің бағдарламалық тіліңізге қажетті етіп настройка баптау жұмыстарын жасауды білмесеңіз, оның барлығын осы платформаны ұсынушы компания жақсылап дайындап қояды. Сондай-ақ веб-сервер, мысалы Apache немесе Windows, Microsoft компаниясының IIS деп аталынатын веб-сервер қажет пе, басқа да веб-сервер қажет пе, мысалы Tomcat сервері. Яғни осындай сізге қажетті бағдарламаның барлығын ұсынушы компания дайындап қояды. Сізге қажеттісі тек қана өзіңіздің бағдарламаңызды тез-тез жазасыз. Оның астында тұрған жаңағы физикалық құрылғы қандай, сондай-ақ мынау көрсетілген environment, орта қалай настройка жасалды, оның барлығы қызықтырмайды. Өзіңізге қажетті бағдарламаны жазасыз, және де тез іске қосып жіберуіңізге мүмкіндік бар. Оны мына жерде жазып кеткен екен, яғни бағдарламаны жасақтаушы программист мамандар өзінің бағдарламаларын жазу барысында клауд платформды қолданып, ешқандай физикалық құрылғыны сатып алып жатпайды, оны басқармайды дейді. Сондай-ақ жаңағы аппараттық жабдықтарды білудің мүлдем қажеті жоқ, және де операциялық жүйені де білу, басқару сізге мүлдем қажет емес деген екен. Оны мысал ретінде көру үшін, мысалы DigitalOcean компаниясына барып көрейік. Және бұл жерде жазып кетіпті, DigitalOcean бұл әлемдік виртуалды конференция девелоперлер үшін, яғни жасақтаушы, бағдарламалы программистер үшін деп айтсақ болады. Welcome to the developer cloud дейді. Девелоперлердің клаудына қош келдіңіз дейді. Біз сізге барлық қажетті нәрсені жасап қойдық дейді. Яғни не ол продуктлеріне көрсек болады. Бізде мынандай қызметтер бар дейді. Яғни компьют есептеңіз дейді. Droplets'тер бар, Kubernetes бар дейді, App платформ, applicationге арналған платформалар бар дейді, сақтауға толықтай мүмкіндіктер бар дейді, бізде қажетті сыйымдылық та, волюм да барлығы бар дейді. Сондай-ақ датабейстер бар, соның ішінде MySQL, PostgreSQL немесе Redis, осындай мәліметтер базасын қолдансаңыз болады. Networking, соның ішінде Virtual Private Cloud, Cloud Firewall'дар, яғни Firewall'дар да бар дейді, DNS те жасап береміз дейді, Load Balancer те жасап береміз дейді, IP адресіңізді де жасап береміз дейді. Яғни қарап отырсаңыздар, сізге тек қажетті бағдарламаларыңызды жазыңыз дейді, қалғанын барлығын біз сізге жасап береміз дейді. Сондай-ақ девелоперлерге арналған тулдар, яғни құралдар, соның ішінде API, CLI, мониторинг, Team, яғни сізге команда да береміз, қолдау да береміз, осындай интерфейстерді де береміз. Жалпы барлық қажетті нәрсені береміз дейді, тек қана кіріңіз дейді және жұмыс жасаңыз дейді. Одан басқа нені көруге болады? Мысалы, Amazon компаниясының қызметтерінде көруге болады. Бұл жерде мен бірден ағылшын тіліне ауысып кетейін.
Енді бұл жерде AWS деп отырғанымыз әрине Amazon компаниясының веб сервисес деп айтылады. Оның продуктілеріне келетін болсақ, қызметтеріне көретін болсақ, қараңыз, бұл жерде өте көптеген қызметті көреміз. Соның ішінде аналитика, блокчейн, тағы да компьют дейді. Amazonның қызметтері өте көп екенін көріп отырсыздар. Сондай-ақ контейнерлер, датабейс, мәліметтер базасы, тағы да Amazon компаниясының өзінің жеке мәліметтер базасының тізімін көріп отырық. Сондай-ақ ойын жасағыңыз келе ме, немесе фронт-энд веб дамытқыңыз келе ме, machine learning, Internet of Things, яғни көріп отырсаңыздар, қандай бағдарлама жазғыңыз келсе де, не жасағыңыз келсе де, осы барлық қызметті біз сізге дайындап қойдық дейді. Енді одан басқа тағы да қайсысы бар? Мысалы, Microsoft компаниясының Azure деп аталынатын cloud сервистері бар. Міне мына жерде осы бағдарлама жазатын қызды да келтіріп қойған екен. Яғни бұл қыз, қараңыз, өзінің керекті бағдарламасын жазуды біледі, алайда қай операциялық жүйе, ол жердегі қалыпқа келтіру жұмыстары, сондай-ақ қандай компьютер, қалай желі жасалған, ол мәселе бұл қызды мүлдем қызықтырмайды, тек өзінің бағдарламасын жазып әлемге таныстыру керек қой. Енді бұл жерде продукты қызметтеріне келетін болса, қараңыз, бұл жерде тағы да сол мәліметтер базасы, DevOps дейді, Hybrid Identity, Compute, Blockchain, тағы да жаңағы басқа бәсекелес компаниялар ұсынып отырған қызметке ұқсас келеді. Яғни осындай платформаны біз сатып аламыз және өзіміздің бағдарламамызды жасақтай береміз. Енді одан кейін көретініміз бұл жерде Software as a Service дейді. Яғни software бағдарламаны біз сервис ретінде өзімізге қолданамыз, және бұл өте оңай деп ойлаймын. Себебі қараңыздар, мен сіздерге осы Google компаниясының Google дискісін пайдаланып отырмын, және де Google компаниясының ұсынатын қызметтері өте көп және керемет. Соның ішінде YouTube осы Googleға кетіп қалды, сондай-ақ Google Maps немесе Google Play. Яғни қараңыздар, осы Google компаниясы осы приложение, яғни осы бағдарламаларды қосымшалары өздері жасады ғой. Және бізге қажетті не? Демек бізге қажетті бұл жерде интернет, компьютер, және болды. Осы қызметтің барлығын толық қолдануға, байланыс ұйымдастыруға, бизнес жасауға, жалпы кез келген өзіміздің мақсатта қолдануға болады. Соның ішінде мысалы Meet дейді, диск деп отырғаны бұл диск. Осы cloud компьютингтегі дискті қолдана отырып, мен сіздермен мысалы файл бөлісе аламын, басқа да кез келген адаммен файлдарды бөлісуге мүмкіндігім бар. Сондай-ақ сурет сақтау немесе видео байланыс жасау, переводчикті қолданасыз ба дейді, тіл ауыстыру, яғни тілдерге аудару. Оның ішінде мысалы біздің көбіміз қолданатын, жаңа мені қолданып отырған презентация. Міне мен сіздерге осы презентацияның көмегімен сабақ жүргізіп отырмын. Әрине маған ол үшін интернет қажет, және осы софтвер, яғни презентация бағдарламасын мен өзіме қызмет ретінде қолданып отырмын. Одан басқа қандай қызметтер бар? Қадімгі таблица немесе документ жасауға мүмкіндік бар, блогер, мен блог жасауға мүмкіндігім бар екен. Сондай планета дейді, мен бүкіл әлемді қазір көре аламын. Hangouts, яғни осындай қызметтерді, бағдарламаларды мен Google компаниясынан пайдаланамын, және оны бір жағынан өте керемет, өте ыңғайлы, және Google компаниясы әлемдегі ең ірі IT саласындағы компания екенін білесіздер. Әрине бұл бағдарламалар жеке тұлғалар үшін көп жағдайда тегін әрі шектеулі мүмкіндіктермен келіп жатады. Алайда үлкен бизнестер бұл бағдарламаларды қолдану барысында әрине ақы төлеп жатамыз. Жалпы Google компаниясы осы бағдарламаларды сату арқылы көптеген пайда түсіретіні де белгілі. Олай болса достар, cloud computing бізге түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса келесі сабақта кездескенше мен сіздермен әзірге қоштасамын.